Достар, енді қандай упаковкалаймыз, сол жайлы сөйлесіп өтеміз. Товарды дұрыс қандай упаковкалауымыз керек. Осындай товарға заказ келіп түсті. Мынаның оригинальный өзінің коробкасы, товардың өзінің коробкасы. Бұл өзінің коробкасына прямой мынандай стреч пакет орамаймыз, достар. Сыртқа кетіп баратырған областной доставкаға. Енді бұны біздер мынандай не аламыз? Черный коробка, қара картоннан жасалған екі слойлы картон аламыз. Мынандай өзімен тең келетін. Көп үлкен болса да, ішінде ойнап тұрса болмайды. Егер сәл үлкен болатын болса, пузырный пакетпен ішіне салған уақытта мынаны толтырып жіберсек болады жан-жағыны. Слишком үлкен болса, ішінде тарс-тұрс ойнап тұрса, оны қабылдамайды, достар, я? Сондықтан өзінің көлемінен слишком үлкен болған нәрселер, үлкен болған картонға салмаймыз. Міне, осындай заводский өзінің коробкасыны өз қалпында сақтау үшін обязательно черный картонға салынады ондай. Черный картонға салғаннан кейін, мына картонды, например, мынаны пузырный пакетпен орасақ сырт жағыны тіпті жақсы. Мынаны сырт жағыны черный пакетпен ораймыз и үстінен черный пакетпен орағаннан кейін, достар, қазір көрсетем. Үстінен мынандай нені жабыстырамыз, накладной. Осындай накладнойды жабыстырғаннан соң черный пакеттің үстіне прямо курьерлік компанияның өзіне алып баруға болады. Кейін тағы мынандай мәселелерді болуы мүмкін. Мысалға мынандай рюкзактар. Рюкзак болса да, әрбір оны прямо орай салмай, стречпен пакетке салсаңыз, вообще әдемі болады. Өзінің мынандай жағдайын сақталу үшін, себебі мұны басылып қалуы мүмкін, тағы да бір нәрсе мыжылып қалуы мүмкін. Соның өзінің объемына дұрыс сақтау үшін бұны да коробкаға салған жөн. Мысалға, мынандай коробкаға салып, өзіне сәйкес келетін, мынандай коробкаға салып, әдемілеп салып, и мынаның сыртына черный стреч пакетпен орағаннан соң вообще әдемі болады мынау. Мынаған пузырный пакет керек емес, например. Тек керек осындай картон болса жеткілікті. Сыртынан әдемілеп орап, осылай жібере беруге болады. Достар. Көрдіңіздер ғой, Енді тағы да бір мәселе бар. Мысалға, мынандай черный картондағы заттарда болады, достар. Бірақ прикид болып тұрды өзі. Ойнап тұрды ғой қатты. Бұл болмайды прямой салуға. Прямой салып жіберуге болмайды бұны. Минимальный ойнамай тұратындай етіп, мынандай картонға салып жібереміз оны. Жаңа басында түсіндіргенім, достар. Соны ұмытпауымыз керек. Әйтпесе бұл сынып баруы мүмкін, тағы бір нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан обязательно сыртынан жаңағы пузырный пакетпен орап тұрып, кейін дополнительный мына коробкаға салатын болса, вообще нұр үстіне нұр болады. Клиентке де барған уақытта әдемі болып тұрады. Егер мындай товарлар болатын болса, міндетті түрде бұның үстіне черный картонный коробка керек. Мынаны саламыз, пузырный пакетпен ішіне саламыз, коробканың ішіне салдық. Әрине өзімен келетін. Егер пустой жерлері болса, мынандай сәл үлкен коробка болады, пустой жерлері болса, оған обязательно пузырный пакет салу керек жан-жағына. Мочалка ма, сол сияқты бос нәрселермен толтырып жіберу керек. Ойнамай тұрсын мынандай. Кейін упаковкалап қара стречпен орау жақсы болады сол. Өзінің қалпы сақталуына товардың, достар. Клиентке жақсы жетіп бару үшін әдемілеп упаковка жасаса, клиенттің товарны міне сіздікіні керемет етіп упаковкаладық дегенде етіп, ашқан уақытта клиент қуанып қалады. Үстінен упаковкалардан ашса, жаңадан жап-жаңа болып барса, өзінің картонында жақсы болады. Отзывтарды жақсы қалдырады, достар. Упаковкаға өте мән беріңіздер. Әсіресе мына областной жіберетін упаковкаларға. Жақсы, достар, осымен сабақты тамамдаймын.